мынау Аллаға сансыз мақтауларына шүкіршіліктер болсын. Мына бүгін жаңа айтып жатырмыз ғой, кештен еш жақсы деп, ештен кеш жақсы емес. Бүгін Алланың қалауы, Алланың нұры жауған күн болып тұр. Наурыз мерекені тойлап жатырмыз. Алла тағала осы тойымызды ұзағынан сүйіндірсін. Алла тағала бәріміздің отбасыларымызға ынтымақ, береке, татулық берсін, дендерімізге саулық берсін. Алла тағала мұны өсіріп отқан ол қыз немерелеріміз салиқалы ұрпақтардың қатарынан, иманды ұрпақтардың қатарынан еткен болсын. Мынау жаңа алдымызда сөйлепкен кісілер, ерекеңдер жақсы, өте керемет нәрселер айтты. Бұл мынау көшеде өтіп жатқан мына іс-шараның өзі біздің көшенің ауызбіршілігін, осы көшеде аузында дуалы сөз бар ақсақалдардың барлығын, ақ жаулықты аналардың барлығын, солардың көрсеткен үлгі өнегелерін, айтқан сөздерін іске асыратын сағыныштай бауыр ініміз барын, оның қолдаушысы, оның ары қарай ісін жалғастырушы осы көшеде енелер, келіндер барын дәлелі болып тұр. Аллаға сансыз мақтауларына шүкіршілікті болсын. Не дейміз, осы көшенің ақсақалдар аман болсын, артымызда өсіп келе жатқан жастарға үлгі өнеге болатын ақ жаулықты аналарымыз аман болсын, келіндеріміз аман болсын. Осындай нәрселердің бәріне қызмет жасап жатқан Алла тағала сол келіндеріміздің өсіріп отқан, бағып отқан кішкентай немерелері аман болсын, салиқалы ұрпақтардың қатарынан болсын. Тек қана жақсылық болсын осы көшемізде, аманшылық болсын, осындай той мерекелер көп болсын, ауызбіршілігіміз мол болсын, әрқайсымыздың үйімізде осындай жақсылықтар болсын. Сол жақсылықтың басында барлығымыз осы атсалысып жүре берейік. Аман болайық. Рахмет.